Бәріне сәлем достар, сендермен Асқат. Бүгін біз Skibidi әлеміне қайтадан оралдық. Skibidi әлемі емес, бұл Skibidi мультиверс әлемі. Бұл жерде, камерамендер мен туалетмендер, шатап кеткен. Ой-ой, каваманы, неге мен бұл әлемге оралдым, сонымен түсінбей жатырмын. Бірақ енді видеоны басқанбай тұрып, обязательно лайктарыңды басыңдар. Егер осының алдындағы бөлімді көрмесеңдер, осы мияқта подкастқа шығады, или мияқта подкаст шығады, мияқта подкаст шығады. Динара екеуміз Skibidi туалеттің мультиверс деген серияларын қазір бастап жатырмыз. Біреу не болып жатса, обязательно комментарийға маған көмектесіңдер, как обычно білесіңдер ғой, комментарийға жазыңыздар, или видеоға лайктарыңды обязательно басып кетіңдер. Да, ал біз бастаймыз. Так. Бұл, мынау басында, видеоның басында не көріп жатсың Асқат десеңдер, бұл 62-ші серияның, туалетмен мен камерамендердің бастары ауысып кеткен сериясы ғой. Қарасаңдар, шынаяқта бұл төбелесіп атады. Е-мә. Мына типа сатып кеттің, анау деп ұрысып атқан сериясы ғой. Сосын мені ұстап алу керек. Дәл осындай серия алғаным керек. Бірақ өте ыңғайсыз екен оны көргенше, маған мысалы түсініксіз. Неге мынау бос, вообще ауыспаған. Тек дене қосқан, и то ол дене ода болған, по идее. Вообще логиканы түсінбедім. Точно копиясы ғой. Ну да, сосын телевизордан көрсететін еді ғой. Мына екі босты, мынандай қылып істепті ғой, ә? Бірақ, по идее, бұндай босстар екеу еді, мынау қаяқтан шыққанын білмеймін, мына үшіншісінше. Вообще түсініксіз. Мынау өлең сағымды ше, мынау Skibidi пап ес деген ше. Осы өлеңді неге алып тастағанын вообще түсінбедім. По идее өте маған ұнайтын өлең еді ше. Прям вирусный өлең еді. Күнде не түсінде айтып кеткен өлең еді ғой. Skibidi пап ес ше. Апа. Жынды төбелес. Неге доғырып атыр сыртынан? Түсінбей кеттік қой оны. Ашин әлем-ау дейме? Сонда жаңағы сериясы бітіп қалды ма? Осыған ұқсас серияны көрген сияқтымын мен. Уже. Мынандай анимация жасауды үйрену керек еді ше. Көргенмін мына серияны, я. Бәсе. Мен Гаррис модымдағы нелер ғой мынау. Болды, мен мына серияны түсіндім, мына серия. Бәсе, что-то мынау тыққанынан бір нәрсе, міне, осы тығады ғой ше. Осы удардан кейін мен түсіндім ғой, бұл, анау 50 қанша жынды, 58-ші сериясы еді. Соның альтернативный версиясы ғой, мультиверс ғой точно.
Бәсе түсінбей жатырмын не болып жатқанын. Мына қашып кету керек. Жаңағы серияның алдындағы серия ғой. Молодец, Асхат. Не істеп жатыр мынау? Бұндай сериясы болмаған еді ғой. Оригиналды. Болды. Мына телевизордың басы шыққаннан түсіндім ғой, короче. Болған бұндай серия, достар, кешіріңіздер. Бірінші рет TV Woman'ды көрсеткен сериясы ғой. Ойо. Ап кетіп қалды. Болды. Яқтан шығатын бәдің, не істедің еді? Жоқ. Бірінші рет таныстырып атқан кез еді ғой. Не болып кетті? Не болды? Бәзе не оған? Мен де түсмей атым жоты. Под контролем екен ғой. Тоқта онда. Мынада да молния болды дейме онда, я? Тоқтаңдар. Сонда мына... Мынада под контроль... Жоқ, не ғой? Просто сатып кеттім ма? Міне мынау под контролем. Анау неге ана өлтіргенін түсінбедім ше? Өздерінің адамдарын. Жаратын жар. Ну, логично. Маған ұнайды осы эффект қарсаңдаршы. Мынау ше. Гаррис модты дәл осы эффект бар еді, маған ұнайды осын дауыс. Так, бітті ма? Ой, достар, короче, өстіп аяқтаймын деп ойламадым ше. Аман. Достар, егер сендерге осындай альтернативный серия бар ұнайтын болса, обязательно комментарийға жазып кетіңдер. Асхат, жалғастыр, нормально, топ болып жатыр деп ше. Ал вообще бұның жалғасы бар ма? Multiverse 63. Бар екен ғой, я. Мынаны, короче, келесі серияда көреміз. Оригинал и сразу мультиверсін көрсе деген. Короче, достар, мына видеоны мен точно лайк басып қойын, осыған ұмыт кетпеу үшін мен жоғалтуым мүмкін. Короче, достар, келесі видеода тағы мультиверсін жалғасын көретін боламыз. Ал сендер обязательно лайктарын басыңдар, комментарий қалдырыңдар, каналға тіркеліңдер. Сендерге ұнады деген ойдамын. Давайте.